Бейімбет Майлин, шұғаның белгісі. Біз елден шыққанда күнде сәскелікке жақындап еді. Ұшпалы сұр бұлттар көшкен керуен сықылды тіркесіп, оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырай нұрын шаша бастады. Әйткенмен, солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғарын өткізіп, тоңдырып, сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Біз екеу едік. Менің астымда жортақлау тапал торат, жүргіштеу, ер тоқымым ескілеу, байлардың малға мінетін ер тоқымы. Үстімде қонған үйімнен сұрап киген шидем күпі. Қолтығымдағы жыртығынан жел өтіп, мазамда алыңқырап келеді. Жолдасым 30-40-тардың шамасындағы жер ортасы адам. Сиректеу сақал мұрты бар, қара бұжыр. Күлімсіреп дөңгеленіп тұрған қара көзді. Пішініне қарағанда бір түрлі сөйлемпаз адам секілді. Астында қойшылар мінген қара кербесті. Үсті-үстіне ұрып отырмаса, кейін қалып қала береді. Жел артымыздан еді. Ауылдан 10-15 шақырым шықтық. Жаздай жайлап, елдің шаңын шығарып тастаған жайлауын қақ жарып құбылаға бет алып келе жатырмыз. Жанды қарға жоқ. Бірен саран шалшық сулардың басында ұйлығып отырған топ-топ қаздарды көресің. Елдің жұртында жер ошақтың араларындағы сүйек саяқтарды, елдің сыртындағы ескі апандардың маңайына тасталған бірен саран өлімтікке 10-15-і жиналып, қара құс қарға, өгіз шағлалар той-тойлап жатыр. Жүрген сайын жер өнбегендей, сол ұшы қиыры жоқ елдің жайлауы бітпейтіндей көрінді. Бір белеске шықсаң, алдыңда екінші белес. Мен шықтым, манағыдай емес, атқа жортқан соң денем жылынып, ептеп маңдайымнан терде шығайын деді. Жолдасымның басында желпен, елден шығарда бауын мықтап байлап алған. Шабан қаракер үсті-үстіне ұрғызған соң, о да босанайын деді білем. Желпенін шешіп алып беліне байлады. Милығына түскен бөркін жоғарырақ көтеріп қойып, қаракерді бір тебініп, шау жайлап жіберіп маған қатарласып, «Тым бері бұрыла бермеңіз, күнбатысқа таман жүрейік» деді. «Сіз кейін қалған соң, мен алдыңызды орағыта беремін». Жамандатқыр, мынау бір ит екен, тіпті жүрмейді деп, қамшымен салып жіберді. Менімен қатарласып алған соң, қара кердегі ашуы біткен тәрізденіп, азырақ жадыраңқырап маған қарады. «Мынау алдымыздағы үлкен көл, қамсақты ғой. Осының сол жағын ала жүріп, ана шаңырқай көрінген обаның белесінен тура ассақ, алдымыздан бір кішкене сүрлеу келеді. Сол сүрлеумен барып, шұғаның белгісінен қара жолды қиып аламыз» деді. Әңгіме азырақ ой бөлінейін деді. Аттың жортысына шайқалып, ауырып келе жатқан іште ұмтылғандай болды. Жол қысқарту үшін жолдасыммен сөйлесуді мен өзімде тілеп келе жатыр едім. Бірақ бұрын сырлас адамым болмаған соң, әңгімеге қандай жайының барын анық біле алмай сөз ашпап едім. Және менің бір әдетім, жолда келе жатқанда өзім сөйлегеннен де біреуді сөйлетіп тыңдауды артық көруші едім. Жолдасым жол әңгімесін бітірсе, тағы да бар деген кісі тәрізді сөз сөйлеуге ыңғайланып тұрды. Мен әңгімені неден бастарымды білмедім. Жол жайын айтып өткен шұғаның белгісі дегені бар еді. Одан пәлендей сөз туады деп дәмеленбесем де, бастауға себеп болсын деп ойлап, «Шұғаның белгісі дегеніңіз не нәрсе, таума?» дедім. «Жоқ, аншейін бір обашық» деді. Кейін қалып бара жатқан соң, тағы тебініп қатарласып, «Шұғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз-ау» деді. Мен қайдан білейін, бұл жаққа бірінші келуім дедім. «Білмессіз,
Сіздер жассыздар ғой деді. Маған қарағанда өзі недәуір көпті көрген үлкен адам болып көтеріліп қойды. Сіз білмейтін шығарсыз, жассыз ғой. Уақытында Шұғаның әңгімесін бұл өлкенің баласына шейін біліп болып еді. Өй шіркін, өзі де Шұға десе Шұға еді-ау деді. Жолдасымның бұл сөзінен мен Шұғаға ынтықтым. Анығын сұрап білгім келді. Шұғаның әңгімесін айтсаңыз қайтеді, жол қысқарсын дедім. Айтайын деді. Қаракерді тағы тебініп қатарласты. Жалпылдап жайылып келе жатқан етегін жинап, тақымына басып, ерніндегі насыбайын тастап, бір-екі түкірініп алып ыңғайланып. Бұл қызық әңгіме, тыңдаңыз деді. Сөзді бастап та жіберді. Бүгінгі шыққан ауылыңызды Ерекең ауылы дейді. Содан ары қарай өзеннің бойы жалпағынан ел. Бір атаның баласы, 150-200 үйлер бар. Қыс-қыстаулары басқа болғанмен, жаз көбіне бірігіп отырады. Мынау алдымызда көрінген Қамсақты дейтін көліміз. Осының маңайы жыбырлаған шұқырынды томар. Августтан бастап осының басы елмен толады. Әр томарға 4-5 үйден қонып, бөлек-бөлек отырғандары. Өй дариғай, талай қызықтар өтті ғой. Бала күнімізде анау көрінген төбенің басында талай асық ойнап едік. Ол да бір дәурен я. Бұл ауылдың күзге қарай қонатын жері, жазғы тұрғы августқа дейін отыратын жайлауымыз, бұл көлде Шұғаның белгісі атанды. Бұрын тарғыл өгіз сойған деуші едік. Үлкен көл, маңайы толған шорқынды су. Сол уақытта жердің берекесі қандай, өзіміздің ел қаншама, оның үстіне Тусырдан келіп жаппастар да қонады. Кейінгі кезде ғана жаппас келуін қойды ғой. Біздің Беркінбай дейтін жақын ағаларымыз болады. Бұрын бай еді. Болыстыққа таласамын деумен ақ малын құртып алды. Осы күні кедей. Сол Беркінбайдың әкесінің нағашысы Жаппас Есімбек дейтін болды. Өзі бай еді. Жаппастың алды деуге боларлық. Беркінбайға арқа сүйеп, Есімбек сол өгіз сойғанның ең шырайлы жеріне қонушы еді. Өзі де жомарт, қонақпаз еді. Елге жағымды болып тұрды. Мал мен басы бірдей, Құдай тілегін берген бір адам. Ортан қолдай 4 ұлы болды. Шетінен қасқыр. Сол 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе Шұға. Шұға, ой шіркіннің өзі де келбеттақ еді. Аққұба, талдырмаш, көзі қап-қара, осы үріп ауызға салғандай еді. Ажары қандай болса, ақылы да сондай. Жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай. Бір тілі паң еді-ау шіркін. Бұл күнде ондай қыз қайда? Ажары тәуірлеу біреу болса, соны көтере алмайтынын да білмейсің. Ешкіге құсап, шошаңдап жүргені заман бұзылған ғой я. Осы күнгілердің бір тапқаны қызды оқыту керек дейді. Сол Шұғалар хатты зорға танушы еді. Сонда да осы күнгінің оқыған 10 қызына бергісіз еді. Айнала айтқанда Құдай сана берсін десейші. Ол кезде менің 20-ға келген кезім. Есімбектің үйіне араласып жүрдім. Менің бір Базарбай дейтін інім сол Есімбектің қойын бақты. Өзі бала күнінде ептақ еді. Былтыр қайтты. Сол баланың арқасында ерте барам, кеш қайтам. Жаз көбіне сонда болушы едім. Шұғаның сонда 16-дағы кезі шығар деймін. Елдің боз балалары ертеңді кеш қылжақтап, сол ауылдан шықпайды. Ептеп сөз салатындар да бар. Боз балалардың хатын таситын менің інім. Шұға біреуіне жауап қайырмайды. Боз балалар кейіп, байдың қызы болған соң іріленген ғой, тәкаппар деуші еді. Менімен құрдас біздің ауылда Кәрім деген бар. Сол уақытта да
Өзі есір соқтау еді. Біз мазақ қыла береміз. Шұғаға қылжақтайтынның біреуі сол еді. Бір күні бір жазған хаты менің қолыма түсті. Өлең жазған болыпты. Неме деді тәйірі соның өлеңі. Қаладан алып келген боз белбеуім. Болса да жаман жақсы өз белбеуім. Көп айдың көрмегелі жүзі болды. Жүрмісің аман есен көз көргенім деп жазыпты. Боз балаға ермек керек. Мазақ қылу үшін Шұғаның хаты қылып өлеңмен жазып Кәрімге тапсырдық. Кәрім ашып оқығанда төбесі көкке жеткендей болды. Біздің сонда Шұға болып жазған өлеңіміз. Алаштан асып туған сымбаттымай, базардың пұлы жетпес қымбаттымай. Арманым бұл жалғанда болмас еді, күн болса қосатұғын саған құдай. Ой, ауылдай, қызық заман екен ғой, ә? Шұғаның әке шешесінің бір артық жері, 16-ға келгенше Шұғаны күйеуге бермейді. Осы күні байлар қызы шырылдап жерге түсісімен біреудің малын алады ғой. Уақытында талай мырзалар айттырды, бәріне де нәсіп болмады. Ат жетер жердегі бай балалары мүлде түңіліп болды. Есімбек қызының бағын байлады. Енді бұған тәуір күйеу кездеспейді деп жұрт өсек қылыпты жүрді. Ол әшейін бір сөз ғой. Құдайдың жазуынан артық не болмақ? Артынан естік, Есенбектің бермеуіндегі мәнісі, өзі жас кезінде Қали дейтін құрдасымен серт байласқан болса керек. Бірімізден ұл, бірімізден қыз туса екеуміз құда болайық деп, сол сетін күтеді екен ғой, ә? Қамсақтының басына түсіп, азырақ кідіріп, ер тоқымымызды дұрыстап, ерттеп, тағы да жүріп кеттік. Қаракерді бір-екі бауырлап алып, жолдасын тағы сөзге кірісті. Ол кезде заман қандай, жер әдемі, мал көп, орыстың иісі де жоқ. Жазғы тұрғы майдың айы бітер-бітпесте шала шарпы егін салып жайлауға жеткенше асығамыз. Бір жылы майдың 20-сы күні жайлауға барып қондық. Жаңбыр көп, шөптің шығысы да жақсы еді. Боз баланың басы құралған соң, ертеңді кеш асыр салып ойнау, есі дертіміз жаппас. Есімбектікі қашан келеді? Етке қашан тоямыз дейміз. Бір күні қыз ойнаққа барып таң ата келе жатсам, ұйықтап қалған екенмін. Әжем оятты. Жаппас келіп қонып жатыр. Базарбаймен көрісіп, қарамды сүйіп келдім дейді. Жалма-жан тұра сала далаға шықсам, сәске түс болып күн ысы бастаған екен. Көлдің оң жақ беті жыбырлаған мал, қой, түйе, шоқиып, жаппастың кішкене үйлері тұр. Көзімді ашып жұма мен де жөнелдім. Мен келсем, менен әлде қашан бұрын жұрт жиналып қалған екен. Тоқты сойылып, қазан асылып қайнап та жатыр. Есімбектің үлкен үйі лық толған адам. Қымыз ішіп, әйдай қызды болып жатыр екен. Мен тегіс араладым. Бір отауға Шұға кездесті. Көрісіп амандасқаннан көзімді ала алмадым. Апырмай, адамзатта ондай сұлу болады екен-ау. Аққудың көгілдіргіндей осы аппақ. Үстінде шетін кестелеген ақ көйлек, омырауын неше түрлі ілгіштермен безеп тастаған қызыл пүліш камзол. Басында үкі таққан түлкі бөрік. Өзі сұлу адамды мүлде одан жаман жандандырып құбылдырып тұрады. Маған қарап Шұға күлді. Мезгілімен келіп көрістіңіз-ау деді. Мен не айтарымды білмедім. Бұрын әзілдесіп сөйлесіп беруші едім. Бұл жерде тілім байланды. Мынау атта түсіп жатқан кім деді Шұға. Артыма жалт қарасам, екі жігіт түсіп аттарын байлап жатыр екен. Біреу орысшалау киінген таны кеттім. Әбдірахман ғой дедім. Әбдірахманың кім? Қазбайдың баласы. Иә, әлгі учитель баласы ма? Иә, жап-жас жігіт екен ғой деп, бірер қарады да Шұға отауға кіріп кетті. Мен Әбдірахманға амандасып, үйге кетіп жүрдім. Отаудың сықырлауығынан Шұғаның бізге сығалап қарап тұрғандығы білінді. Сіз білмейсіз ғой деп жолдасым
қара керді жаужайлап қатарласты. Сіз білмейсіз ғой, бізбен ағайын жасы менен түйедей құрдас Әбдірахман деген болды. Жасында болыстың үйінде бұзау бағып өсіпті. Ол уақытта болыстың үйінде ауылынай учитель болатын. Балалармен араласып жүріп, учительден оқып, 4 жылдан соң мектепті бітіріп шығыпты. Әбдірахман өзі айтатын: күндіз қозымен бұзау бағам, кешке келгенімде учитель бір шын мұсылман жігіт еді. Байлардың балаларынан да маған сенің оқығаның керек қой деп, түннің бір талайына дейін оқытушы еді. Ақырында сол учительдің тырысуының арқасында мектепті бітірдім. Менің учительге бітіре алмастық борышым бар деді. Әбдірахманның әкесі өте кедей адам болған. Ауылнай школынан шыққан соң да Әбдірахман малайлықтан құтыла алмады. Ақырында 12-13-тегі шамасы болса керек, тұрған бойынан қашып, дуанға барып бір ноғайға жаз қызметке тұрып, қыс оқуға кірді. Бұл 2 жылға шейін жаз жалданумен болды. Берірек келген соң жаз байларда орысша бала оқытты. Ақырында әйтеуір мектепті бітіріп шықты. Әбдірахман мектепті бітіргенде дауысы жер жарды. Өте зерек болған ғой. Учительдерді мақтаса керек. Дуандағы нәшәндік тілмәш бол деп өтінген екен. Болмай елге келді. Нақ сол кезде болыстың песір өліп песірсіз тұр еді. Әбдірахманға песір бол деп жабысты. Оған да болмады. Жамандық болысындағы бір байдың школына барып бала оқытты. Содан бері қыс сонда бала оқытып, жаз елде болады. Сол жылы июнның бас кезінде келіп еді. Содан бері Әбдірахманды көргенмін. Маған көріспейсің бе деп қалжыңдады. Әзілдесіп үйге кірдік. Төр алдында Қажыбай әңгімені көсілтіп отыр екен. Бізді көрген соң жым болды. Үй ішімен Әбдірахман тегіс амандасты. Есімбек бай онша жақсы көрмеген адамның қалыбын істеді. Бұрынғы сөздерін тастай беріп, оқығандар мынау болады деп шатпа тілге айналды. Мен ғажапқа қалдым. Артынан Әбдірахманнан себебін сұрасам, өткен жылы бұрынғы қалыбымен күзгі астыққа бай киізін сатқанда Әбдірахман тілін алар адамдардың біріне де алдырмапты. Әзір асығып, 2 бағасына алғанша, астықтарыңды жиып алған соң, шалқайып отырып, жарты бағасына аласыңдар деп, Әбдірахманның тілін алғандар бірталай пайда қылыпты. Мені олжамнан қақты деп, байдың тырысыйып отырған осы екен. Ретінде Әбдірахманға: еліңді қыстан шығардың ба бала, деді бай. Шүкір, шығардым, деді Әбдірахман. Жарайды. Ел қамқоры болған соң солай болу керек деп сөзді доғарды. Түс ауа берген мезгілде ет жеп болып, жұрт бет-бетіне тарай бастады. Каналым ұнаса, лайк басып, жаза отырыңыздар. Жалғасы келесі бөлімде.